Ақсақал болсын былай. Құтты болсын. Мынау сіздің жаңа үйіңіз. Рахмет балам, қайда жүрсең аман бол, бар бол, нар бол, бақытты бол. Мынау сіздің жаңа үйіңіз, бірақ үйіңіз емес. Қалай? В общем, сіздің негіз үйіңіз ғой мынау. Бірақ үйіңіз емес та? Ақшасын төлеп. Жақ. Қалай түсіндірсем, қалай түсіндірсем. Байқоңырды білесіз ба? Байқоңыр біздікі да, бірақ біздікі емес қой. Сен өзіне айтып тұрған түсініп тұрсың ба? Түсініп тұрмын, ақсақал оны бастықтар түсіндіреді. Короче, әңгіме былай. Ақсақал, қазір комиссия келеді. Комиссия келеді ғой. Комиссия келген кезде айналайын балам, ризам деп айта беріңізші, болды, басқа ештеңе жоқ. Ризамын демесем ше. Ризам демесеңіз біз жұмыстан кетеміз. Неге? Бір жарты сағат қой. Көмектесіп берсеңіз ақсақал. Келеді комиссия. Айналайын балам, ризам. Болды, басқа ештеңе жоқ. Өтініш. Не болды сонша? Осы жұмыспен күн көріп отырмыз ғой. Жұмыс болса біз кіміз не істейміз? Бала-шағаның бәрін осымен асырап отқан жоқпыз ба? Не деген адамсыз? Ақсақал көмектесіп берсеңізші, бала-шаға үшін. Жарайды, енді бала-шағаң үшін көмектесейін. Ризамын десем болды. Ризамын десеңіз болды. Хорошо, қазір мен орынды қалып келейін сізге. Ризамын дейін болды, басқа нәрсе. Балам, асықпаш. Асқа болды, отыра беріңіз. Отырам, ризамын дейін болды. Ризам дейсіз. Жарайды мен. Тұра тұрыңызшы, Асқар. Тұра тұрыңызшы. Не болып қалды? Болды, отыра беріңіз. Қатты айырмашылық болған жоқ қой жаңа қалған. Айырмашылық болған жоқ, бірақ бастықтар өлтіреді осыған бізді. Бастықтар ғой бізді. Отыра берсеңізші. Жарайды мен. Ризамын. Басеке, қалайсыз? Бәрі дайын ба? Бәрі дайын, Басеке. Ардагер бар ма? Ардагер міне кісі. Түсіндіріп айттың ғой? Түсіндіріп айттым. Не айттың? Айттым мен, көмектесіп жатырмыз ғой дедім. Көмектесеміз дедім. Көмектесет дедім. Көмектесіп қалуымыз мүмкін дедім. Сен өзің еш нәрсе түсінбегенсің ғой. Бір жұмыс тапсыруға болмайды сендерге. Түсіндіріп айттым ғой, Басеке. Бәрін айттым ғой. Ассалаумағалейкум ата. Мереке құтты болсын. Ризамын балам, ризамын. Түсінбедім. Ризамын. Не үшін? Білмеймін не үшін екен. Бірақ ризамын балам, шын айтайын. Ризамын мен қазақ елінің тарландарына ризамын мен. Мынау кешу тобының ән емес пе қайдан жаттап алып жүрсің? Оларды да біреу риза қылған шығар. Оны білмеді. Ата, жарайды. Біздің компания жыл сайын ардагерлерге пәтер береміз. Рахмет. Былтырғы беретін пәтерімізді Басекеңнің туған күніне беріп жіберіпті. Ондай болған жоқ. Жоқ, ата. Қазір комиссия келген кезде рахмет, осы ардагерлерді елеп, ескеріп, пәтер беріп отыр екенсіздер. Рахмет, ризам десеңіз, болды. Сізге дайындаған сыйлығымыз дайын. Жағдайыңыз жасаймыз, сыйлықты береміз, как положено. Оқшам түсіндім сендерді. Не түсіндің? Не үшін ризаға тұрғанымды түсіндім. Сыйлығыңнан садаға кетті одан Ой, ақсақал, жаңағыдан бері не айтып жатырмын? Жарты сағат қой бір комиссия келеді, ризам болып кетеді. Не қылып бала-шаға бар, осы жұмысты асырап отырмыз ғой бала-шаға. Ол жұмыстан шығып кетсе, сіз жауап бересіз сол. Жарайды мен бала-шағаң үшін. Ризамын деймін. Ризам дейсіз бе? Болды риза. Комиссия. Ата, бір минутқа тұра тұрсыз ба? Не болып қалды? Тұра тұрыңызшы. Тұра тұрсыз, бастық айтып отырсыз. Дұрыстап қойсаңдар болады ғой. Соны айтамын. Міне, отырыңыз ата. Бәсен не үшін риза болмай тұр? Осыдан екен ғой ма? Отырыңыз ата. Енді күш болып қалды, риза болып қалды. Келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Осыма атап қойыңдар. Бісміллә. Не болды? Тірі ма? Тірі ғой? Ата қалайсыз? Жақсы. Қалай? Үй қалай екен? Бастығың туған күніне кеткен үй ма? Бере. Не деп отыр мына кісі? Не деп отыр деймін? Сендер түк түсіндірмегенсіңдер ғой. Көздерің бақырай бе? Түк айтпағансыңдар ғой сендер. Айттық. Жұмыс тапсыруға болмайды екеніңе бар ғой. Кім алған сендерді өз жұмысқа? Сіз алдыңыз ғой. Не үшін алдыңыз? Не үшін алдыңыз деппін ғой? Уволен давай екеуіңді. Осы жыл бірге жұмыс істеп кет. Болмайтындар сізге жұмыстан шығарып береміз ба? Айналайындар, ризамын. Ұрыспаңдар, ұмытып кеттім ғой. Мен ризамын балам, ризамын. Жыл сайын ардагерлерді елеп, ескеріп, бір жыл бұрын үй берген екенсіңдер, ұмытып кеттім, ризамын. Міне, осы ғой ата. Қараңыз, тура осылай айтасыз да, сөзіңіздің соңына бұлай жалғап жіберсеңізші. Осындай қарттарды құрметтеп жатқан Яблалма Construction компаниясына. Ябла дейді. Яблалма, біздің компанияның аты ғой. Яблоко, алма деген орысша қазақшадан ғой. Яблалма компаниясына жыл сайында тендерді бере беріңдер деңіз болды ғой. Тендер деген не бол, тамақ па? Тамақ емес, тоже сондай жейтін бір нәрсе бар оның. Не қыласың екен оны?
Так, ата, тұрыңыз, бір минут. Не Мынаны дұрыс қоймаған. Құрсосын түсі. Қазір, болды, енді осылай отырыңыз. Кел, тұр. Не құрсын. Манянайдар ризамын балам, ризамын. Жыл сайын ардагерлерді елеп ескеріп, бір жыл бір маған үй берген екенсіңдер. Ризамын балам, ризамын. Осыған енді ата кішкене бір мұң қосыңызшы, мұң жетпей тұр кішкене. Бір қайғыма бір нәрсе жетпей тұр ата. Кішкене деген бір нәрсе жетпей тұр. Эффект не болу үшін ата? Сен комиссия емессің ба? Жоқ, мен мына Ябыл Алманың генеральный директорымын ғой мен. Осы компания директорымын мен. Өзім жегенсің ғой. Кстати, айтпақшы, ассалаумағалейкум. Валейкум ассалам. Қалайсыз, амансыз ба? Жақсымын балам. Мынау не? Жігітем, мынау не? Мынау былай тұрмаймын, мынау кішкене былай тұру керек қой. Айналайын балам, осы орындыққа отырмай қойш, шын айтам, тұрғаныма да ризамын балам. Отырмай қойш құрсын. Без проблем. Ата, главное сіз ең бастысы... Так, тоқтаңыз. Өзімдікі? Жоқ, біліп тұрмын. Қайда? 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 Не қайда? Не қайда? Соғыс ардагер деген медаль қайда? Соғыс ардагер деген мына жер тұр, қайда медаль? Соғыс ардагер деген медаль қайда? Соғыс деген медаль қайда? Медаль қайда? Қандай медаль? Соғыс деген медаль. Мен тыл ардагерімін ғой. Тыл ардагер екен О кісі тыл ардагер екен ғой. Бұл кісі тыл ардагер екен ғой. Бұл кісі тыл ардагер... Тыл ардагер несі? Ты чё? Ты что, соображаешь? Тыл ардагер деген несі? Соғыс ардагер деп айтып сендерге. Кім? Кім жауапты? Кім жауапты? Жауап бер. Ты что, тыл ардагер несі? Ты соображаешь, қалай? Тыл ардагер несі? Біз қалай тыл ардагеріне бересің? Қалай береміз біз? Ешқандай қиындық көрмеген адамға тыл ардагеріне қалай бересің сен? Списке қарамайсың ба? Соғыс ардагер деп тұр ғой. Іздемегенсің сен. Сен іздемегенсің сен. Іздесең табуға болатын еді. Толып жатыр соғыс ардагер деген. Вот именно жатыр ғой көбісі. Жатып қалған ғой. Жоқ, басқасын тапқанбыз басеке. Вокзалдың жанында жүр екен жалғыз. Сосын алып келіп жуындырып, шайындырып, сақал мұртын қысқартып, жап-жас бала болып қалған жаңаның. Сосын енді кәрілеу осы кісі ғой деп. Сендер де бір... Құрметті ақсақал, сіз сонда вообще соғысқа қатыспағансыз ба, соғыспағансыз ба сонда? Жоқ, мен жай тыл ардагермін ғой. Сіз былай айтыңызшы қазір, осының бәрін наоборот айтыңызшы қазір. Не деп? Комиссия келген кезде сіз керісінше айтыңызшы осының бәрін. Қалай? Соғыс ардагерім деп айта беріңіз ата. Мен соғыста болмасам да ма? Немейсіз? Айта берсіңіз. Айта беріңіз. Соғыс ардагерім деп айтыңыз. Мен не деп айтамын? Айтыңыз, мен соғыстым, қырдым, жойдым деңіз. 45-46-ға дейін соғыстым деп айта беріңіз. 46-ға дейін? Жоқ, 47-ге дейін деп айта берсеңіз, кім біліп жатыр оны? 48-ге дейін тұра бұра берсінші. 48? Соғысып батырым деңіз, 48-ге соғып, қырғын соғыс деңіз. Қарасам артында ешкім жоқ, бәрі кетіп қалып, бір өзім қалыптым деңіз оның. Құдай сақтасын. Қырып батырым деңіз, мен қайтпадым деңіз, аттым, фашистер деген бітпей келіп жатыр деңіз. Алып автоматпен атып батырым, жерден гранат алып лақтырам, бітіп қалды деңіз. Қырып батырым деңіз, пулеметті көріп қалдым, пулеметпен аттым деңіз, тарсындатып. Тарсындатып батырым, пулеметті оқып бітіп қалды деңіз. Не дейді? Алдында окоптың үстіне секіріп шықтым деңіз. Окоптың үстіне шықтым да ашуланып кеттім деңіз. Жап-жасыл болып, денем үрпиіп, көзім бақырайып, қолым жұдырығым дәу болып кетті десеңіз. Не дейді? Алдында ашуланып, фашистер, немістер, жер дух деп ұрып, жер жарылып кетті десеңіз. Халық болып кеттіңіз, нәрсе болып кеттім десеңіз. Ал столып үстіне шығып кеттіңіз, қап-қара, көзіңіз бұл жүрейіп, үстіңіздің бәрі жүн-жүн болып кеткен. Фашистердің самолет ал қолыңыз деп құлатып атырым деңіз. Кинг-Конгқа бір бәле өкеттіңіз осы бата. Секіріп түстім деңіз, фашистер қашты деңіз. Артынан бүйтіп ағам Годзилла болып кетіп қуып жүрін десеңіз. Ал от шашып атырым деңіз. Қашып баратқан немістер қолыңыз бүйтіп алғансызда шүк деп өрмекшінің ұясымен тартып атырым деңіз. Құлап атыр десең шата. Бетіңізде маск секіріп кеп деп отырып қалдым деңіз. Балам, шын айтайын ба, мұндай соғысты көрмедім. Вот именно көрмеген соғыс керек қой ата бізге. Шок болып қалу керек комиссия сізді көріп. Мынандай соғыс деген кезде сіз не дизайн? Кім жауапты? Кім жауапты? Мен сендерге не істедім квартира? дұрыс қой басеке, интерьері күшті болсын деп лофт стилде істедік қой. Лофт істейсің ба, влофт істейсің ба, мен саған айттым ғой, ардагердің үйіне ұқсасын деді ғой мен сіздерге. Кіріп келгенде бір, не, қайда? Шкаф қайда дедім.
шкаф қоймайсыңдар ма? бір ескі соғыстың бір нәрселерін білдіріп тұратын бір медальдар мына жерде бір нәрсе ілініп тұру керек деді ғой сіздерге. Әлде бір магнитофон ба жаңа бір сол жылы домалақ мындай бүйтіп қалған үстіне қоясың шиқ білмеймін. Патефон ба сондай бір нәрсе тұрсын деді ғой. Картиналар қайда? Мұны картина. Не картина? Не картина мынау, а? Қыздың картинасы ғой. Ардагердің үйінде осы қыз тұра ма? Енді? Ха? Соғыс кезінде қыздар дей саламыз енді. Ей, соғыс кезінде осы жалаңаш қыздар болған ба немене? Енді ол кезде киім алатын жағдай болмаған ғой көбісінде. Бірдеме айтамыз енді Басеке оны. Дедім ғой сендерге, бейбітшіліктің суреті қайда? Мына жерде тұру керек. Атаның өзі танкі, пушка, семьясының бала шағасымен отқан бір семейный бала шағасы қайда? Бала шағасы қайда? Бала шағасы қайда? Бала шаға қайда? Бала шағаны әкелген жоқ Басеке, ұят қой. Не сезін ергі шыбырды. Атаның бала шағасы. Атамдікі ма? Атам бала шағасы жоқ қой, жалғыз басты ғой. Жалғыз басты екен ата. Ата жалғыз басты. Атам жалғыз... Как жалғыз басты? Ты чё? Ты чё? Жалғыз басты, ты соображаешь? Ты жалғыз бастыға қалайсың? Сендер 4 бөлмелі квартираны сен ойладың ба? Жалғыз басыға қалай бересің сен? 4 бөлмелі квартираны жалғыз адамға жалғыз бастыға 1 бөлме бересің ғой. Списке қарамайсың ба сен? Ты чё? 20 минут қалды сол. Бірдеме ойластырып Не істейсің? Не істейміз Басеке? Ана 3 комнатаның есігін абойлап тастаймыз ба? Сен бетің жартысын абойлап тастау керек бүйтіп. Не істейсің? Атаны ауыстырам. Жоқ, атаны ауыстырам. 3 күн іздедім ғой. Қазір келсе бітті ғой, болды ғой. Көрмейміз болды. Кіріп келеді, көреді квартирам, бітті, мен алып кетеді ғой. Мен кетем ғой. Ай, осы жол сотталып кетесіз ау Басеке. Тағы да айтады ғой, 5 жылдан 10 жылға шейін абақтыға қамайды Басеке. Қазір қамағанымен қоймай, бүкіл мәшіне, үй, дүниелі мүліктің бәрін тартып алатын болып тұр ғой. Не дейді? Құдай бетін. Мен қорыстым. Көзіңіз білгесін. Мен қорыстым. Не істейсің мен? Ой, бірақ қатты үйтіп уайымдамай қойыңыз Басеке. Сіз кетсеңіз компания құлап қалмайды ғой. Бармай ғой, өзім басқарып қалам ғой. Абыройыңызды түсірмей айтып жүреміз. Баяғыда Басекең бар еді, мықты еді ол кісі. Бейшара парақорлықпен ұсталып кетті деп. Егер мен кетсем, сені бірге алып кетемін, естің бе? Не үшін? Мен бір өзім жетім бе? Мен не үшін? Бәріміз бірге алып Мен үшін? сені де бірге алып кетемін, естің бе? Мен не бір өзім? Шыны керек, мені Сені де алып кетемін, естің бе? Басеке, мені Сені де бірге алып кетемін бәріміз. Бәріміз бірге кетеміз сен бе? Бір өзім жетім ба мен? Бәріміз бір командамыз ғой, мен кетсе бәріміз кетеміз. Біз бір семья сияқтымыз ғой. Қандай семья ол? Ешқандай туыстық қатынасымыз жоқ. Семья. Не семья? Семья. Семья. Таптым. Қазір комиссия келгенде біз атаның бала шағасы бола саламыз. Таптым. Ата таптым. Болды. Ата, былай істейміз. Қазір комиссия келгенде сіз отырыңыз. Біз сіздің жарты сағатқа бала шағаңыз бола саламыз. Сіздің семьяңыз бола саламыз. Бала шағам. Бәрі нормально болады. Сіз главное, бала шағам дей берсеңіз болды. Жарты сағатта кет. Одан кейін сыйлығымыз бар сізге арнайы. Шай ішеміз өзіміз. Былай істейміз. Сен атаның үйдің кенжесі боласың. Кішкентай баласы. Сен ортаншы бала. Болды. Сен үйдің үлкені боласың. Ой, Басеке, мен бала болмай қойсылайын. Алдын келген жиен ба, бөлем ба бірдеңе болсылайын. Какой жиен? Жиенге бермей қой. Баласы болу керексің ғой сен. Баласы болу керексің. Давай, қойшы, давай. Үлкен сен боласың. Үйдің кенжесі сен боласың. Давай, сен тілек айтасың. Сен ортаншы әкеге гүл бересің. Сен барып гаршок отырасың ана жерде. Басеке, гаршок емес. Даже отырмасаң, давай, сен тосасың ананы. Басеке, ой, нормальный бірдеме істейін да. Комиссияны отвлекать ету керек қой. Давай, бүйтейік. Сен тілек айтасың. Сен гүл бересің. Сен вдруг комиссия бір нәрсе подозревать етіп қойса, сен қоятын болса, ақырындап сен ана бөлмеде кішкентай бала жылайсың. Білмеймін енді қалай кішкентай бала жылай. Деп жылайсың. Сол кезде сен тұрасың да, айтасың. Кешіріңіздер, мен бар балам еміз келейін дейсің. Ой, тоқта, шатасып кеттім, тоқта. Бүйтеміз, сен жылайсың, сен жылағанда айтасың. Мен барып баланы тамақтандырып келейін дейсің да, бала жылап кет дейсің да, кішкене бутылканы аласың, кішкене сүт қоясың да, сосканы салып, жоқ, бутылка емес, дәу шелек алшы. Дәу шелек алып, сүтке толтырасың да, соскымен апарып, сен жылап атқан кезде,
деп түсіп бересің. Сол кезде қатты жылап кетесің қайтадан. Сол кезде сен тұрасың да барасың, мен бар баланы тербетіп келейін дейсің да, аяғыңа жатқызып. Байқа белің шығып кетесің бірақ. Басеке күшті ойнайсыз баланы. Бірақ енді мен жыламай ақ қоя салайын бала болып. Жылау керек қой. Жылаймын бала болып. Ты что, ты соображаешь, как комиссияны отвлекать ету керек қой. Ой, жылаймаймын деймін бала болып. Жылайсың деймін. Жыламаймын. Әңгіме қысқарт, жылайсың, все. Жыламаймын. Жыламайсың ғой. Жыламаймын. Все, жыламайсың ғой. Жыламаймын. Жаз заявление, уволен жұмыстан шығып кет. Ей, нормальный адам сияқты жыласашы, ешектің баласы сияқты емес. Жыласашы, нормально. Естімейді ғой мынаны. Давай, бүйтеміз. Давай, бәрі керемет, бәрі жақсы. Бір репетиция жасап алайық. Дайындал. Сен тілек айтасың. Ал, ата, мынау мереке құтты болсын, жеңіс күні құтты болсын. Біз сізбен мақтанамыз, ата. Біз сізді үлгі тұтамыз, ата. Әрқашанда сізді. Какой ата? Әке. Ата ғой. Әке, ты что, комиссия көйді? Ата деп тұрсың, біліп қойды ғой. Мен өз әкемді бате деп атайын да, әке деп айтпай қойыншы. Батя дейтін неме? Әкең церковьта істей ма сенің неме? Бате деп үйреніп қалғанбыз ғой, әке деп айтпай қойын. Какой батя, давай, әкесі, давай, жарты сағат. Комиссия кеткенше, комиссия келгенше, әке деп айтшы. Одан кейін өзің білесің. Жоқ, мен айтпаймын басқа. Айтпаймын. Айтасың, все, давай. Айтпаймын. Айтпайсың ғой? Айтпаймын. Давай, уволен, жұмыстан шықшы болды. Әкешім, Асқар тауым, О, міне. бізге өмір сыйлағаныңа үлкен алғыс білдіреміз. Әке, мынау мемлекеттік бюджеттен қазір қыруар қаржы бөлінді. Жол салу мақсатында. Осыларды сансаққа жаратпас үшін үлкен іс-шаралар өткізіп жатырмыз қазір. Осы деңгейде. Сансақ. Қайдағы сансақ? Қайдағы іс-шара? Басеке, мен сіздің алдыңызда тұрсам отчет беріп кете беремін. Кітаптың ішінде бәрі тұр. Отчет беретін кезде бермейсің. Давай, сен жүгір. Давай, гүл бересің сен. Қалай берем? Білмеймін, қалай бересің, білмеймін. Жақсы көретін адам қалай бересің? Бол. Жаным, мынау саған, маған тұрмысқа шықсын ба? Шықпаймын саған. Жүресің бір өзің. Өзіңіз айттың жақсы көресің. Сен жүрсің ба, бас істей ма сен? Комиссия келгенде жаның деп тұрасың ба? Әкеңе қалай бересің? Бол. Әке, мереке құтты болсын, мына, саған. Басыңнан бірақ ұрайын ба? Әйеліңе тізерлеп бер, әкеңе, деп бересің ба? Давай, әкеңе тізерлеп бер, давай. Әке, мереке құтты болсын. Мынау сізге. Рахмет. Бұл не мылтық па? Ата мылтығы несі? Мен қайдан білем оны не беріп жатқан? Қарамайсыз ба? Гүл беріп тұрған сізге мынандай букет роза беріп тұрмыз ғой. Мен көріп тұрған жоқ. Береміз ғой, қазір келгенде береміз ғой. Сіз наоборот алып оны иіскеп, рахмет, сендерге Аллахым деп иіскеп, деп күліп, рахмет демейсіз ба? Күліп, Рахмет. иіскеп, қатты иіскесең, қатты күлеміз. Жоқ, күлмей қойыңызшы. Басқа бір бәле иіскеп алған адам сияқты болсын. Давай, қайда, басына, береміз. Давай, гүл береміз. Мереке құтты болсын, мынау сізге. Рахмет. Келін қайда? Келін дейді ғой. Қайда білеймін? Ой, айтсыншы. Әке, келіңіз келемады. Анау сенің әкем надоел болды, бәле болды. Өзің қарап ал деп екеуміз ұрысып қалдық қой. Маған сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айтты, иә. Немене өзің өміріңді айтып отырсың сен? Өзі айттыңыз ғой. Айт десем неме өйстіп айтасың ба деймін? Өміріңді айтайын, осы комиссия келгенде айтып отырамыз ба? Давай, тұр, давай, сен осы жерде жылайсың. Қаяқтан шығып даусың сен? Шығарсашы даусың, естімейді ғой ешкім. Давай, бәрі керемет. Ата, сіз ризасыз. Бала шағаңыз келіп отыр, комиссия келіп отыр. Жеңіс күні сізге гүл беріп жатырмыз. Үйіңіз бар, сіз мәсіз. Артынан біз тілегімізді айтып болғаннан кейін Ән айтайын. Қандай? Жеңіс туралы. Давай, жеңіс қандай? Жеңіс күнде Это день победы. Порохом пропах. Это праздник. Сединой радостя. Были версты, обгорелые, этот зимний приближал.
шынымен ғой Басеке. Шын ғой. Осының барлығы тек сіздің арқаңыз ғой. Дұрыс айтады. Өйстіп шалқып жүргеніміз сіздің арқаңыз Басеке. Мына қымбат костюм шалбар киіп жүргенім сіздің арқаңыз Басеке. Сіз болмасаңыз киімсіз жүрер ме деп қоямын. Бір ән бар еді. На-на-на-на-най, көңіл дарханай, осының бәрі Басеке, сенің арқаңай, сенің арқаңай. ата біздің бала шағамыз бар ата бәрі сценарий бойынша ризамын деп айта бересіз ғой ата ризамын деп айта бересіз ғой сыйлығымыз бар ата сізге сыйлығымыз бар өзіміз Ассалаумағалейкум ата. Уалейкум ассалам. Мерекеңіз құтты болсын. Мерекеге тәтті заказ беріпсіз. Иә. Әкеліп тастайын деген ғой доставка. Рахмет. Басшылық айтып жатыр. Ақшасын бермей ақ қойсын. Бүгін тегін мерекеге тегін таратып жатырмыз дейді. Мереке құтты болсын. Мен кеттім. Рахмет. Сау болыңыз. Ата. Үйдің ремонтын өлтіріп жүрсіз ғой ата. Дизайн четкий екен. Мынандай дизайн. Жақсы ата. Кімді өлтіріп жіберіпті дейді. Шалма. Кешірім сұраймын. Жыл сайын осы мерекеге арнап өзіме тәттіге тапсырыс беремін. Сендердің аяқ асты келетіндеріңді білмей қалдым әйтпесе. Бұдан үлкеніне беруге болатын еді. Дегенмен бәрімізге жетеді. Уайымдамаңдар, қорықпаңдар, кепшеңдер. Рахмет сендерге. Балаларым менің. осылай Мен бүгін өзгеше күйде тұрым. Жүрегім елжіреп тұр. Сендерді көрмегелі қай заман. Үлкен балам, саған рахмет. Елеп ескеріп, құттықтап келгеніңе. Екініңе бас көз болып әкемізді құттықтайық деп келген саған рахмет. Тұла бойым тұңғышым. Сен қуанған кезде жүрегім жарылып, әлемдегі бар жылып сөзі сені еркелету үшін айтатынмын. Көзімнің қуанышы, жүрегімнің жұбанышы деп рахмет. Бірақ сен неге әкетіп айта алмайсың, а? Башин, жар сағат дедік қой, комиссия келіп кеткенше. Келеді, кетеді, жар сағат ризам деп айтасың болды. Шабалсыңды. Әке сөйлегенде бала тыңдай. Ай, тұрасаш, айтып қояды. бәріне айналаңдағының барлығына бәке, шәке, Жәке дәумен бар жылуыңды арнап жүрсің ғой. Айналдырған жақ әріптен тұратын әлемдегі ең қасиетті сөз әке дегенді айта алмау жүрегіме қатты дейді балам. Әке екі қайтара берілмейді ғой. Әттең, әкем тірі болғанда ғой.
Осы қасиет сөзді күніне 1000 қайтар айтушым. Дегенмен, рахмет. Ортаншы балам, саған да рахмет. Қуанып тұрмын. Әжептәуір қызметте екенсің. Мақсатың әжет. Бірақ келінеге келмеді. Шын айтайын, мен оны жұмсамайым ғой. Жай ғана келіп, ата, қалайсыз деп сәлемін салса, немерелерімнің маңдайынан иіскеп бір мауқымды басып алсам дейм. Үстел басында бірге отырып, отбасы екенімізді сезін сөктейм. Сол еді ғой мынау жүрегіме керек. Ой, сен маған ренжіме, балам. Түсінем, жұмыс қол түймейтін шығар. Бірақ, біл балам, сен де қартаясың. Келінде кемпір болар. Мен жамандық тілемейм. Соны жай алдын алып ескертіп жатқаным ғой. Ренжіме. Кенжетайым, болашақ ізбасарым менің. Сенің болашағыңнан зор үміт күтушем, шын айтайын. Бірақ сенде мынау алдыңдағы екі ағаңнан асып туған алаяқ бопсың ғой, а? Әй, соншама қарның ашып жүр ма? Әй, сонша дүние қоңыз болғаның не? Ақсақал, үйтіп артық кетпесеңізші сіз. Ана берілген текстті ғана айтыңыз, адам намысына тиетін сөз айтпаңыз, дейді, болмайды ол. Жап аузыңды. Әкеңе қарсы шықпа. Құдайдың қарғысында қаласың. Есіңді жи. Әлде кеш емес. Басық бала, сен де бөтен емессің. Баламдайсың. Бір қуантарлығы, ардагерлерді алыстан таниды екенсің. Ондай қасиет бар енді менде. Мен кешірім сұрайым. Бұл жерде түсініспеушілік болып қалды. Сендер нағыз мынау сұрапыл соғыста болған ардагерді таппадыңдар. Мен жай қиыншылық көрмеген тыл ардагерімін ғой. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Әлі есімде. Бәрі көз алдымда. Алғаш снаряд түсіп соғыс басталды. Сенесің ба? Қолына қару ұстай алатынның барлығы соғысқа кетті. Ал біз әке орнында әке, аға орнына аға боп анамызға жәрдемші боп қалдық. Ол кезде 10 жастағы ойыны қанбаған бала едім. Дұрыс айтасың, біз қиыншылық көрмедік. Қақаған 45 градус аязда мына қолымызбен қорғасын қайнатып, оқтар дайындағанымыз болмаса біз қиыншылық көрмедік. Мынау қақаған соқта мына қолымызбен қара жерді қазып бидай ектік, егін тердік. Бірақ қаншама адам аштан қырылды. Ал біз болсақ бір үзім нанды 10 бала боп бөліп жейтін. Біз дұрыс айтасың, біз қиыншылық көрмедік. Вагон қарулар түсіреміз, окоп қазамыз, соғыс алаңына дайындаймыз. Таңнан кешке дейін
снаряд зауытынан шықпай жұмыс жасаймыз, дұрыс айтасың, біз қиыншылық көрмедік, балам. Сөйтіп жүріп қалай есейгенімізді де білмей қалдық. Міне, соның арқасында бақыттан басымыз айналып, шалқып өмір сүріп жүрміз, дұрыс айтасың сен, балам. Балам, ауыр болса да айтайыншы. Ақылым ертең саған азық болар. Сен бүкіл дүниені жидым деп, бүкіл әлемді арқалап жүргендей болмағын. Тәкаппар болма, балам. Сен қанша биік болсаң да мына таудан асып кете алмайсың. Қанша кердеңдеп жүрсең де мына жерді тесіп шыға алмайсың. Мен саған жеме демеймін, же. Бірақ адалынан же. Өзіңе тиесілі ғана жерден же, біреудің хақысына қол салма, балам. Ақсақал, сіз не айтып тұрсыз? Ауызға байқап сөйлеңіз сіз. Сіз қараңыз, сіз кіммен сөйлесіп тұрған білесіз ба сіз? Білем. Үстінде қымбат көйлегі бар. Астында қымбат көлігі бар. Ел қарайтын қызметі бар. Бірақ ертең өлсе, жай ғана 2 метр ақматаға оралып, үш жерінен болып, қара жерде жерленетін жұмыр басты Алланың пендесімен сөйлесіп тұрым. Балам, ең бірінші тыңдап үйренші. Естіп үйренші, өзіңді ғана естіртіп емес, өзгеніңде жан айқайын естіп үйренші. Мыңдаған мұқтаждардың мұңына мән бермей, мынау айналаңдағы толып жүрген қарны тоқтарға қамқоршы болғаныңды тоқтатшы, балам. Халықтың арызы хаққа жетеді. Ал хақтың алдында мына істеп жүрген ісіңнің барлығы зая кетеді. Сол үшін хақтың алдында да, халықтың алдында да адал қызметші бол деймін, балам, болды. Ата, тоқтаңыз, қайда барасыз, ата? Ата, көріп тұрсыз ғой, енді қиналып тұрғанымызды. Мына қиындықтан бір шығарып жіберсеңізші енді, ата. Егер осыдан бар ғой, аман есен құтылып кетсек бар ғой, сізге сыйлығымыз бар дедік қой. Машина берейік деп едік, ата. Мерседес, таза немецкий, ата. Мен фашистердің көлігіне мінбеймін. Басеке, айтсаңызшы бір ауыз. Кетіп барады ғой.